Қытай. Жер планетасындағы ең көне цивилизация. Мыңдаған жыл бойы сақталып келе жатқан ескерткіштермен танылған мәдениет ошағы. 1 миллиард 400 миллион адамға үй болған алып мемлекет. 20 миллионер қаласы, зәулім ғимараттары, теңдесі жоқ тарихи жәдігерлері мен әлемге танылған экзотикалық тағамдары бар осы бір ғажап елді өз көзіммен көру үшін алдымен Қазақстандағы Қытай елшілігінің қолдауымен Пекинге аттандым. Ал кеттік біз. Пекинде сізді ең алдымен құшағын жая қарсы алатын нәрсе улы тұман. Қаланы қою түтін басып тұр. Құдды бір аспан шаһарды құшағына қысып тұншықтырып тұрғандай. Пекиндегі ауаның ластану көлемі бүкіл әлемдік нормадан 5 есеге көп. Бұған басты себеп көліктің көптігі. Қазір қала көшелермен 20 миллионға жуық машина жүйткіп жүр. Олар ауаға бөлетін улы түтінді осындағы 21 миллион 500 мың адам еріксіз жұтуға мәжбүр. Көлік демекші 2010 жылы Бейжіңде әлемдегі ең ірі көлік кептелісі тіркелді. Транспорттық хаос 12 күнге жалғасып, 100 километрге созылды. Біздің елдің көлік жүргізушілері қызығар бір тұс бар мұнда. Қытайда машина терезелерінің барлығын қараңғылауға рұқсат берілген. Жарайды, проблемалар туралы кейінірек қаламен танысайық. Бір түсінгенім Пекин контрастты қала. Бір жағынан көне заманнан қалып сүрленген, коммунизмнен сыр беріп сұрланған сарайлар мен үйлердің, ескерткіштер мен көшелердің орталығы болса, екінші жағынан қарай-қарай мойның ауырып басың айналатын зәулім үйлер мен бизнес орталықтардың шоғыры. Ал қала тұрғындары үнемі бір жаққа асығып жүретінде әсер қалдырады. Әйтеуір дамыл жоқ. Көшеде жүріп тамақтанатты тіпті. Сол үшін көше мен қоғамдық орындарда мынадай ыстық су құятын автоматтар бар. Кеспені сүйсіне жеп, көк шайды құшырлана жұтатын қытайлықтар үшін бұл аппарат тегін қызмет көрсетеді. Ақыры ас туралы айтып қалдық, мына жүргізуші бақа шаяндармен танымал Қытайдың экзотикалық асханасынан қашан дәм татады деп күтіп отырғандар бар шығар араларыңызда. Алдымен, мына бір қызық дерекке құлақ түрелік. Тағы бір қызық. Қытайлықтар жылына ас ішу үшін 74 миллиард жұп ағаш таяқшаларын пайдаланады екен. Бұл дегеніміз 28 миллион түп ағаш. Ас ішкенде мұндағы жергілікті жұрт тұтынбайтын. Керісінше біз көп қолданатын 3 нәрсе бар. Олар тұз, қант және ұннан пісірілген нан. Бір қызығы қытайлықтар тағамның дәмін тұзбен келтірмейді екен. Ағзаға аса зиян ас деп қабылдайды оны. Әртүрлі дәмдеуіштер мен бұрыштар, өзіміз айтпақшы шөп-шалам Қытай асханасының негізгі ингредиенттері. Мынаның не екенін біле алмай отырмыз. Мысалы, мына жер Пекиндегі ұлттық тағамдарды дайындайтын мейрамхана. Қазір біз ұйымдастырушылар жол бойы мақтап келген ең дәмді ас хого, яғни Қытай самаурынын асап жемесек те ауыз тигіземіз. Өзіміз пісіреді екенбіз, бізге пісіріп береді деп жүрсек. Ал кеттік. Бисмилля. Тамағымыз дайын болғанша мына қызық дерекке құлақ салыңыз. Қытайлықтар аң құстардың өзін ғана емес, тұратын жерінде ас қалған. Қытайда құрметті қонаққа ұсынылатын жергілікті деликатестердің қатарында құны $3000 болатын қарлығаштың ұясынан жасалған сорпаның орны бөлек. Мұны кезінде императорлар ғана жеген, қарапайым тұрғындардың қолы жетпеген. Қызығы сол, бұл жақтың қарлығаштары ұясын шөп пен өзінің сілекейінен тұрғызады екен. Ал мұның ұясын жинап сатумен айналысатындар өз ортасына сыйлы, бақуатты жандар. Ананы бір, мынаны бір шұқып жеп әйтеуір қарынға ел қондырғандай болдық. Енді қала тарихы мен мәдениетінен сыр берер орындарға кеттік. Көлік кептелген ештеңе емес, адам кептелген жаман. Бұл Пекиндегі ең негізгі, ал әлемдегі ең үлкен алаң Тяньаньмэнь. Салыстыру үшін айта кетейін, тағы бір қызық дерек. Дәл осы алаң бізге жақсы таныс Мәскеудегі Қызыл алаңынан 8 есеге үлкен деп айтады.
елестете беріңіз қандай үлкен екен. Бір мезетте 1 миллион адамды оңай сыйдыра алады. Егер қытайлықтарды дәл осылай сіздің жаныңызға тұрғызып қойып бір-бірлеп өтуін сұрасаңыз, онда бұл шеңбер ешқашан таусылмайды екен. Себебі Қытайдың экономикасымен қатар демографиясының өзінің дамуы да өте күшті. Осы алаңға келіп тұрып, әлемде көрушілер саны жағынан бірінші орын алатын Пекин музейіне кіріп шықпасаңыз бәрі зая. Осындағы 650 мың дана артефакт сізді 50 ғасырға кері шегеріп, тарихқа сүңгітеді. Мінекей, 18 ғасырда қытайлықтардың жасаған әлем картасы. Африка, Еуропа, мінекей біздің Қазақстан. Таңғалдырып тұрғаны сол кездегі аралдың қандай үлкен болғандығы. Каспий, Қытай, ар жағы Америка. Ал бұл Пекиндегі ең танымал, ең ескі, ең әдемі ғимараттардың бірі Аспан сарайы. Бұның кезінде өзін көктің ұлымын, аспанның ұлымын деп есептеген император салдырған екен, қазір бұл туристер ағылатын тарихи орынға айналды. 15 ғасырда Мин династиясының ықпалымен бой көтерген бұл алып сарайға кезінде императордың отбасы мүшелері ғана кіре алатын болған. Ал қазір жан-жақтан ағылған туристер емін-еркін аралай алатын орынға айналды. Ғасырларға ұласқан Қытай цивилизациясының бір бөлшегі дәл осы жерде қарқын алып, жазу сызуы мен мәдениеті дами берді. Жазу демекші, Қытай тілінде 80 мыңға жуық иероглиф бар. Ал ең білімді, ең сауатты деген университетті бітірді деген жастың өзі соның 5 мың ғана қолданатын көрінеді. Ал біздің тілімізше айтсақ, 11 сыныптық қана білімі бар қарапайым тұрғын 2 мың ғана біледі екен. Енді қалған 78 мыңы қайда? Қытай тарихы талай сыр мен жұмбақты ішіне бүгіп жатыр. Ауызбен айтып түсіндіре алмайтын небір құбылыстар, бірде-бір шегесіз тұрғызылған ғимараттары, тіпті тау етегін бойлай салынған ұлы қорғанын көргенде, стоп, қорғанды қоя тұр, оған әрі келеміз. Пекиндегі Арбатта болған оқиғаны айтпаймыз ба? Алдарыңызда тұрған көше, қазір Абзал көрсетеді. Пекиндегі әйгілі ең үлкен Арбат. Дәл осылай Бейжіңдегі орталық көшемен жай барақат адымдап келеміз. Бөтен ой жоқ, сіздерге жақсын бейнематериал түсіру үшін тырысып ақ жүрміз. Кенет. Микрофон. Қысқасы біз жүрген көше саяси зона болып шықты. Бұл жерде сурет немесе видеоға түсіруге рұқсат етілген. Бірақ микрофонмен сұхбат жазуға немесе камераға қарап сөйлеуге тыйым салынған екен. Бұл заң тіпті жергілікті телеарналарға да қатысты. Полицейлермен болған 20 минуттық түсініксіз келіссөзден соң паспортымызбен жүрегімізді қолға ұстап, қалың топтың арасына сүңгіп кеттік. Бейжіңге жасаған сапарымыздағы соңғы аялдама сіз бен бізге жақсы таныс ұлы Қытай қорғаны. Біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырда салынған бұл кереметтің құрылысы 2000 жыл бойы жүргізілген. Қорғанды тұрғызуға пайдаланылған қыш кірпіш, әк, тағы да басқа материалдардан бөлек 800 мыңға жуық адамның күші мен маңдай тері де осында. Ұлы Қытай қорғаны әлемдегі ең ұзын қорған болуымен қатар, және де әлемдегі ең үлкен қабір саналады. Бұның құрылысы кезінде миллиондаған қарапайым жұмысшы қаза болған екен. Тіпті жергілікті тұрғындардың аңызы бойынша, егер осылай құлағыңды қабырғаға тақасаң, сол шаруалардың қырыл сайманының дауысы мен қандай қайын естуге болады дейді. Режиссер Абзал екеуміз бір жотаны жүріп өткеннен кейін тынысымыз тарылып, қан қысымымыз көтеріліп кеткендей болды. Әйтпесе көріп тұрғандарыңыздай қорған таудың шыңына дейін созылай береді. Қаншама ғасырды өткерген 8-ші кереметті көруге келген туристер қорғанның қызығына тоймай, бір жүріп, бір демалып саяхатын жалғастыра берді. Ал біз Абзал екеуміз өзге де кереметтермен танысу үшін келесі қала Шанхайға аттандық.